Махаббат. Махаббат дегеніміз не? Бағанадан бері, жалпы алдыңғы дәрістен бері біз махаббаттың не екенін түсінуге тырысып жатырмыз. Осы романтикалық комедиялар арқылы, жанрлар арқылы түсіндіруге тырыстық. Яғни оның махаббаттың барлығы сол комедияларда айтылғандай бола бермейтінін. Енді жалпы ислам ғұламалары махаббат жайында қандай пікір айтты екен? Соның ішінде маған қызық болған пікірлердің бірі, ол ислам әлемінің ғалымы, арабтардың үлкен әдебиетшісі шейх Али Тантауи рахимахулланың айтқан пікірі. Ол кісі өте бір қызық пікір айтады махаббатқа қатысты. Және соны айтқан кезде бұны қабыл етсеңіздер де, қабыл етпесеңіздер де өздеріңіз білесіздер дейді. Өздеріңіз білесіздер. Бірақ ақиқат солай дейді. Алла тағала адамда екі нәрсеге шахуат жаратқан, яғни қалау жаратқан екі нәрсеге. Бірі өзін сақтау үшін, өзін амандықта қалдыру үшін, ол тамаққа деген шахуат. Су, тамақ. Біз су ішкіміз келеді, тамақ жегіміз келеді. Сол арқылы біз не істейміз? Өмір сүреміз. Біз тамақ жемесек, біз қайтыс болып кетеміз. Адамдар өліп кетеді. Бұл бірінші қалау. Екінші қалау жыныстық қалау. Яғни ер адамның әйел адамға деген қалауы, немесе керісінше әйел адамның ер адамға деген қалауы. Екеуінің былайша айтқанда бір-біріне деген бейімділігі, бір-біріне не істеп тұрады? Жақын болып тұрады. Бұл жыныстық қалау. Бұл қалауды не себепті жаратты бізде? Біздің ұрпағымыз сақталу үшін. Егер ер мен әйел қосылмайтын болса, онда адамзат баласы қалмайды. Тіпті мынау Швейцария ма, немесе Швеция ма, қай елде екені есімнен шығып тұр. Сол елде, сол елдің қызына біреу, еркектерден біреу үйленсе өзге елден, сөйтіп онымен тұратын болса, олған кәдімгідей қомақты қаржы береді, пәленбай $1000 ақша, және азаматтық береді, көптеген жағдайды жасап береді. Не себепті мемлекет ол нәрсені жасап жатыр? Қалай ойлайсыздар? Өйткені ол елде бір жыныстылық өте қатты өршіп кеткен, ер менен әйелдер үйленіп бір-бірімен қосылмай жатыр. Былайша айтқанда ұрпақ жойылып бара жатыр да. Сондықтан Алла тағала осыны жаратып қойды. Осы бір сезімді жаратты. Енді қараңыз, мынандай қызық айтады. Мысалға адам бір асханада тұрып неше түрлі тамақтарды көруі мүмкін. Ол тамақты алуға ақшасы да бар, барлығы бар. Ал кейде керісінше болуы мүмкін. Тамақтың барлығы тұр, бірақ ода не жоқ? Ақша жоқ. Ол тамақты алатын ақша жоқ, және оның қарны аш, қатты не істегісі келеді, жаңағы тамақты жегісі келеді. Егер де бұл осы аштық ұзаққа созылатын болса, онда оның ойы бірыңғай не болады? Тамақта болады. Осы тамақты қалай жесем екен деп. Соны ойлай бастайды. Басқа еш нәрсені ол ойламайтын болады. Дәл сол секілді махаббат да сондай дейді. Яғни біз махаббат деп атап жүрген нәрсе, ол солай дейді шейх Али Тантауи. Жыныстық аштығы бар адам, қарны аш адам секілді, егер ол үйлене алмаса, жұбайы болмаса, соны ғана ойлайды. Ол бағана аш адам секілді қандай тамақ болса болды демейді. Жоқ, ол бәлки тек қана бір суреттегі бір қыз баланы, немесе бір әйелді ойлап, соны ғана не істеуі мүмкін? Ойлап жүруі мүмкін. Тек сол ғана бітті. Бүкіл дүние кімге кеп тіреледі? Жаңағы әйелге кеп тіреледі. Сол ғана менің махаббатым деген секілді. Соны ғана мен қалаймын. Болды, басқа ешкім емес. Ол бағана аш адам секілді. Бұл не емес? Махаббат емес. Яғни киноларда айттық, дұрыс па? Осындай бір сезімге тәуелді болатын болса, тек қана сезімге ғана негізделіп, ол өзінің болашақ жарын тапқысы келсе, ол неге ұшырайды? Үлкен қасіретке ұшырайды. Алла тағала немен сынайды адамды? Алла тағала кім нені қатты жақсы көреді, сол нәрсемен сынайды. Адам сол сезімді, яғни біз сезгіміз келеді да, сезім болып кинолардағыдай, бағанағыдай басымыз кәдімгідей айналып, соны ойлап, тек қана сол махаббатым менің деген секілді, сондай бір сезіммен жүргіміз келеді.
Бірақ асылында отбасы олай құрылмайды ғой. Отбасы олай құрылмайды. Жалғыз ғана сезімге негізделіп ол махаббат құрылмайды. Және ойлайсыздар ма, қарны аш адам ол тамақтың иісін иіскеп, оны көріп қана шектеледі деп? Жоқ, ол онымен шектелмейді. Дәл сол секілді жақсы көремін деп ойлап жүрген адам да не істемейді? Ол онымен шектелмейді. Ол оны көргісі келеді, ол оны естігісі келеді, ол онымен сөйлескісі келеді. Және осы нәрселерменен ол қанағаттана ма? Көргісі келгеннен кейін тек қана көрумен қанағаттана ма? Жоқ. Ол естігісі келеді. Естігеннен кейін ол естігенмен қанағаттана ма? Жоқ. Ол сөйлескісі келеді. Сөйлескеннен кейін ол осы сөйлегенменен қанағаттана ма? Жоқ. Ол онымен қанағаттанбайды. Ол ары қарай не істегісі келеді? Оны ұстағысы келеді. Және шейх айтады, ұстау деген мағынаның сендер түсініп тұрсыңдар не екенін дейді. Ол соны қалайды. Ал қашан ол өзінің мақсатына жетті, ол осы нәрсені көрді, болды. Осыдан кейін махаббат қалады, артта қалады, жоқ болып кетеді. Иә, мынау бір аш адам, қарапайым бір күріштен жасалған немесе бір кәш дейді ғой, кәш деп айтады ғой қазақша. Кәш деген бар. Немесе қарапайым ботқа дейді, немесе сондай бір тамақты қарны аш адам, ол оны бір құдды бір кәдімгі қойдың бір еті секілді, бір шашлык секілді көру мүмкін да, оған солай көріну мүмкін. Ол қазір ананы жесе сондай бір рахаттанам деп ойлайды. Өйткені ол аш, ол оған басқа нәрсе қажет емес. Соны жегеннен кейін аштық кетеді. Содан кейін ол барып нені түсінеді? Ол бір қарапайым ботқа екенін түсінеді. Ол үшін ботқа екен. Сөйтіп ол оған не болмай қалады? Бағанағы өзі қалап тұрған ойында өзі елестетіп алған ет болмай қалады. Дәл солай өзім жақсы көрем деп ойлап жүрген, жақсы көрем деген сезімге берілгені соншалық, ол әйелге нені кигізіп тастады? Ол өзінің бір махаббат деген киімін кигізіп қойды. Қашан ол оған қол жеткізеді? Ұстау деген нәрсеге. Содан кейін барып осы махаббат деген атауы шешіледі, махаббат деген кетеді де, ол нені түсінеді? Өзінің жай ғана суреттеп алған бір киіміне үйленгенін немесе сомен қосылғанын түсінеді. Алайда шынындап қараса, ол қыз, ол ана еркекті не деп көруі мүмкін? Қараса ол мүлдем басқа адам. Олардың көптеген мәселелері бір-бірімен келіспей қалып жатады. Көптеген түсініктері басқаша екен. Оның өмірдегі мақсаты мүлдем ана адамның мақсатында емес екен. Мүлдем не болып қалады? Қарама-қайшылық, керісінше болып қалады барлығы. Сондықтан бұл нәрсені мойындау қажет. Бұны мойындамайтындар тек қана қиялмен өмір сүріп жүргендер, бағанағы неше түрлі романтикаға тойып алғандар, және де мәжнүндер дейді Шейх Халид Тантауи. Мәжнүн, мәжнүн деген жынды адамдар дейді. Бұл ақиқатты мойындағысы келмейді. Асылы әрбір адам бұл ақиқатты мойындайды дейді. Бұл жай ғана алғашқыда болатын не? Страсть ғана, сезім ғана. Осы сезімге ғана негізделіп не істеуге болмайды? Отбасыны құруға болмайды. Қазіргі заманның қасіреті, жалпы мынау батыстың кинолары, сондай бір махаббат туралы кинолар пайда болғалы, біздің елімізге үлкен бір қасірет келді. Шынымен ол қасірет, ол жігіт қыз болып жүру. Кезінде әртүрлі кинолар болды. Сол киноларды көріп, жігітім бар. Ол жігіттің қызы болса, авторитет ол. Жігіт қызбен жүре ма? Демек мықты жігіт деген сөз. Қыз да дәл солай. Қыздың да жігіті болса, ол не болады? Авторитет болады. Дәл солай әртүрлі американский киноларда қалай жеткізген жастарға, яғни қыз әлі күнге дейін еркекпен жатпаған болса, мысалы 15-16 жаста, 9-8 класста, ол не? Қалып қойған қыз, ол бір отсталая деген, артта қалған қыз, өркениеттен қалып қойған қыз. Өркениет деп олар нені айтады екен? Осы бір қыз бен жігіт болып жүрудің. Сіз айтуы мүмкінсіз. Жоқ, жігіт қыз болып жүреміз, бірақ біз жатпаймыз ғой деген секілді. Ашық айтып жатқанына ренжімеңіз. Біз жай ғана жүреміз деген секілді. Жоқ, ол бәрібір түптің түбі жаман бір іске, зинаға алып келетін нәрсе. Алла Тағала Құранда не деді? «Уәлә тақрабу зина» деп айтты. Зинаға жақындамаңдар деді. Яғни ғалымдарымыз осыдан зинаға апаратын кез келген жолды, әрекетті барлығын харам қылады. Зинаның өзін емес, негізгісін. Оған апаратын жолдардың барлығы да харам.
ол бағанағы қажеттіліксіз қарай беру, әртүрлі әңгімелер айтып сөйлесу деген сияқты, ұстау, қолынан ұстау, беттен сүю, сондай нәрселер көптеген қалыптасып қалған. Беттен сүю деген нәрсе бар, қол ұстасу. Бұрында енді дискотекалар болды, медленный танецқа шақырады, ол қыздың белін ұстайды, құшақтасады. Осының барлығы, және барлығы не болып кеткен, андай мода болып кеткен да. Мода. Түптің түбі сол жаман нәрсеге алып келеді. Осының себебіменен қаншама қыздар қазір мектептерде аборт жасап жатыр, балағын түсік тастап жатыр, мусорға балалар тастап жатыр. Осының бәрі неден болып жатыр? Біреумен жігітім деген бір жігітпенен жүріп, одан көтеріп, ақыры ата-анасына айтудан қорқып, не істеген? Баласын өлтіріп тастаған. Өкінішке орай. Ал еркек, ол еркекте әлі үйленуге де дайын емес, тіпті ол қызға сен менен көтерген жоқсың деп те айтуы мүмкін. Жалпы әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Түбі жаман бір нәтижеге алып келетін нәрсе. Сіз айтуы мүмкінсіз, жоқ, біз ондай болмаймыз, мен ондай қылмаймын деген секілді. Сіз білмейсіз, сіз қандай жағдайға түсетініңізді. Көптеген мынау нәзік жанға насихат деген марафонда, мысалы кейбір қыздар жазды. Осылай кезінде алданып қалдым, жігітпен жүріп, оған сеніп, өзімнің осы абыройымнан айырылып қалдым. Енді қазір тұрмысқа шыға алмаймын ба деп қорқамын дейді. Мысалға қараңыз, ол сенген да, ол ойлаған осыған мен тұрмысқа шығамын деп. Осыған мен тұрмысқа шығамын. Болды. Содан ол сондай әрекетке барған. Әлбетте бұл да бір дінді дұрыс білмегендіктен, иманның әлсіздігінен, шайтанның ауырбауына түскеннен, нәпсіге ергеннен болады. Сіздер де ондай қателікті жасамаудың несі бар? Керемет бір мүмкіншілігі бар. Бұл нәрсе қате. Жүру деген нәрсе, тану, мен танып алу керекпін дейді. Тіпті қазір намазхандардың ішінде де сондай бір түсінік қалыптасып келе жатыр. Жүру керек, тану керек бір-бірін деген секілді. Білесіздер ме, әйелдер, қыз балалар өз-өздерін дұрыс біле алмайды, өзінің қалауларын дұрыс не істей алмайды, анықтай алмайды. Ол өзінің қалауын анықтай алмай жатқан кезде, өзінің қандай адам екенін толық түсіне алмай жатқан кезде, қайтып ол өзге адамдың қандай екенін түсіне алады. Және біліп қойыңыз, алдайтын адам сізді қандай жағдайда болмасын алдап кетеді. Сіз ойлап жатсыз, мысалы, қыз жігіт болып жүрген кезде танып алам деп. Жоқ, ондай кезде адамды тани алмайсыз. Адаммен сіз бірге өмір сүріп, кәдімгідей сондай бір үлкен жағдайларға, қиыншылықтарға тап болған кезде ғана сіздер не істей аласыздар? Бір-бірлеріңіздің шынайы бейнелеріңізді көре аласыздар. Оған дейін сіз ешқалай не істей алмайсыз? Біле алмайсыз оның кім екенін, қандай адам екенін. Басында өйткені сіздерде ешқандай не жоқ, жауапкершілік жоқ. Сіздер жүресіздер тек қана. Кездесесіздер. Алло, қашан шығасың? Осында кездесейік, жүр. Мен бүгін пәтер жалдап қойдым деген секілді. Немесе бүгін отельге барайық деген секілді, Солай жүреді. Не жоқ? Жауапкершілік жоқ бұл жерде. Үй болып, отбасы болып тұру деген нәрсе жоқ ол жерде. Кездесет болды. Рахат оған. Кездесіп, сөйлесіп жүре беру бітті. Ол өзін комфортта сезініп жүр да. Өйткені ешқандай жауапкершілік жоқ. Ана әйелге жауап бермейді, әйел оған да жауап бермейді. Екеуі осылай жүре береді. Көп жағдайда бұл еркекке комфорт болады. Бірақ әйел адам, қыз бала нені қалайды? Кәдімгідей арқа сүйер адамын қалайды. Ер адамды қалайды. Еркекті қалайды. Дұрыс па? Жалпы бұрыннан бері қызға маған тұрмысқа шығасың ба деген ұсыныс жасау ол үлкен бір абырой болған. Бұрындар. Сол абырой ол сақталу керек. Яғни абырой жүру емес, абырой кәдімгідей шариғатқа сай кездесіп, содан кейін нақты шешім қабылдағаннан кейін ұсыныс тастайсыз. Маған тұрмысқа шығасыз ба деген секілді. Осылай жасайсыз. Ол бір танып алу керек, басқа ол таный алмайсыз ешқашан. Ешқашан сіз толықтай оны таный алмайсыз. Сол кездескен кезде оны біз келесі сабақтарда жалпы қалай болу керек екенін айтамыз хитбаның. Бірақ жалпы менің адамым-ау деген сезім болса, және мақсат бірі болу керек, өмірдегі мақсаттарыңыз, Сіз мысалға намаз оқисыз, бірақ намаз оқымайтын адамға тұрмысқа шығасыз, немесе намаз оқымайтын қызды өзіңізге келіншек қылып аласыз, мысал ретінде айтайық. Бұл жағдайда сіздің түсініктеріңіз басқаша. Сіз намазды жоғары санайсыз, 5 уақыт оқу керексіз. Қарапайым жағдай, көшеде жүрсіз, қыдырып жүрсіз, сізге намаз уақыты келіп тұр. Намаз уақыты шығуына аз-ақ қалды. Сіз уайымдайсыз, мен намаз оқып алуым керек, бір жерге баруым керек. Ал қасыңыздағы жарыңыз оны уайымдамауы мүмкін. Өйткені ол намазды әзірше маңызды іс ретінде көрмейді. Не істейді? Сосын оқып аласың ғой, не болыпты? Бұндай жағдайда болады ғой, бір оқымасаң. Іштен кетпейді деген секілді наразылық танытуы мүмкін. Сол кезде сіз не істейсіз?
сіз не қарсы шығасыз, жарыңыздың сөзіне көну мүлде міндет емес, сіз Алланың парызын орындау керексіз. Соны орындайсыз да, сөйтіп сіз өзіңіздің жарыңызбен келіспеушілікке түсесіз, бір-біріңізді түсінбейсіз. Ол түсінбейді. Неге ол сонша? Бұндай жағдайда болады ғой намазды оқымай тұруға деп айтады. Ал сіз жоқ, намаз оқу керек қой деген түсінік. Осыдан не басталады? Түсініспеушілік басталады. Сондықтан да сондай бір ортақ бір нелер болу керек, бір түсініктер болу қажет. Және жалпы ол намаз оқитын мен оқымайтын адам бірге болуға бола ма болмай ма деген мәселе ол бір бөлек тақырып. Бұл жерде мен айтқым келгені, яғни намаздан мүлдем алыс адам жайында айтып жатыр. Намаз оқуға әзірше бір ниеті жоқ адам, оны қазір емес кейін енді оқимын ғой деп жүрген адам. Сондай адамға тұрмысқа шығу немесе сондай адаммен өзіне жар етіп алу, сол жайында айтып жатыр. Ал жалпы егер ол адам намаздың оқу керектігін түсініп, өзінің оқымай жүргеніне бір өзін кінәлі сезініп, сонда қиналып жүрген адам болса, ол басқа. Қандай адаммен болады? Намаздың бір қадірін аса түсіне қоймайтын адаммен болады.